ол шалдар айтты деп тұрып алатын кездеріміз болады. Иә. Ол шал дұрыс айтты ма ол кезде, ол заманда бөлек айтты ма ол. 13-ші қабырғада болуы мүмкін, оны жаңа қанат деп айтамыз дегендей бір пікірлер бар. Ондай ол мүмкін нәрсе ма? Мүмкін емес пе? Мүмкін емес нәрсе. Ондай пікірлер бір журналистерде айтылып жатыр енді. Шының айтпай-ақ қояйын. Елтаңбада жылқының бейнесі тұр, мүйізі тұр, және пырақ тұр, қанаты тұр. Жылқыда қанат, мүйіз болмайды ғой деген көзқарас. Ал енді жалпы соңғы кезде біз естімеген қандай жаңалықтар бар? Мынандай сұрақ қойдым. Қымызды сіз патенттеп алдыңыз ба? Бірақ сұрақ. Ол жауап берді, патенттеп алған жоқ. Тек атын алдым деді, аты қымыз деп. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге саулықтың сыры бағдарламасы. Жылқы қазақтың қанаты, рухы және ұлттық болмысы, тарихы десек те болады. Бүгін біз жылқы туралы, бие сүті туралы, саумал, қымыз және де ұлттық құндылықтар туралы әңгіме өрбітеміз. Бүгін бізде қонақта жылқы танушы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, профессор Қайрат Исхан ағамыз. Қайрат аға, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Профессор атағыңыз құтты болсын, жаңа естіп жатырмыз. Ал енді жылқы туралы айтатын болсақ, әңгімеде көп, сұрақта көп. Жалпы өзіңіз бір сұхбатыңызда қазақ жылқысына жететін жылқы жоқ деген едіңіз. Не себептен? Себебі енді біз қазақ халқы пайда болғаннан бері оның жылқысы бірге пайда болды. Соның ішінде қазақтың байырғы бірге келе жатқан қазақтың ол жабы типті жылқысы деп айтамыз. Ол өзі қысы жазы жайлады, тебіндеп жайлады, экономикалық өте тиімді, және мініске де, сауынға да, ұлттық ат спорт ойындарына да бәріне жарайтын жылқы. Бірақ бүгінгі таңда енді әрине заманның өзгерісі дейміз, немесе мынау нарықтық экономиканың болғанына байланысты біз отандық қазақпен жасасып келе жатқан жабы жылқыны айтуды, дәріптеуді қойып келеміз. Тек қана ол жылқының бойы қысқа, жәнегі кейпі онша емес, және бітімі демесек, қалған шаруаның барлығына осы қазақтың төл жылқысы, соның ішінде жабы жылқы өзінің деңгейін, күшін жоғалтқан жоқ. Сондықтан қазақ жылқысына жететін жылқы жоқ деп отырған себебі қазақ елі, қазақ жері бұл аграрлық мемлекет. Бұнда 182 мың гектар жайылымдық жер бар. Бірақ жайылымдық жерді ойпатты, қыратты, таулы жерлерді игеру үшін қазақтың байырғы жылқы тұқымын жоғалтпау керек. Сол экономикаға да жақсы әсер етеді, және мынау қазіргі тағам қауіпсіздігі дейміз ғой. Соған да өзінің әсерін береді. Сондықтан қазақтың жылқысына жетер жылқы жоқ деген пікір. Ал қазір енді осы барлық өңірдегі жылқылар сол жабы жылқы ма, әлде араласып кеткен бе әлде тұқымдары? Енді бүгінгі таңда біздің елде соңғы статистикалық мәлімет бойынша 4,5 миллион жылқы бар деп есептелінеді. Сол 4,5 миллион жылқының 99% жергілікті қазақ жылқысы. Соның ішінде асылданған, асыл тұқымды жылқы дегендеріміз ол республикалық палаталарда тіркелген жылқылар. Асылдандыру жұмысы жүріп жатқан, кешенді бағалау жүріп жатқан, ғалымдар зерттеп жатқан жылқылар деп есептесек, ол бүгінгі республикалық палатада жалпы тіркелген асыл тұқым жылқы саны 36 мыңдай жылқы. Демек 4,5 миллион жылқының 36 мың жылқысы асыл тұқымды құжатпен жүрген жылқы деп есептелсе, онда бізде 1%-ға да асыл тұқым жетпейді. Соның ішінде асыл тұқымды жылқыларға көшім жылқысы, Мұғалжар жылқысы, Қостанай жылқысы, қазақтың жабы типті жылқысы, және қазақтың жабы типті жылқыларынан шыққан Бесқарағай заводтық типі, Бестау заводтық типі, Селеті заводтық типі, Ертіс заводтық типі деген типтерге бөлінеді. Осылардың бәрі жиналып келіп, ол асылданған деген. Солар жиналып келіп 36 мың палатада тіркелген жылқы болып тұр. Ал жалпы жылқыны қалай есептейді, мысалы статистикалық жағы не бойынша? Енді туғаннан бастап тамбаланады,
қазіргі ақпараттық жүйелерде мына ветеринарлар өзінің нөмірін қояды. Сөйтіп ортақ бір статистикалық әр ауданда, облыста, республикада бөлімдер бар, солар жинақтап отырады. Соған байланысты 4,5 миллион сан шығып тұр. Жылқының сүтінің сапасы бар ғой, құнарлылығы, сол жайылымға байланысты ма, жоқ әлде жылқының бапталуына, күтіміне, жылқының тұқымына байланысты ма? Бұның барлығы әсер етеді. Айтып отырған сұрақ өте орынды. Бірақ негізінен сүтін қымызын алатын болсақ, онда қымызға тікелей жайылым әсер етеді. Демек, малдың азығы, құрамы, оның құнарлығы жоғары болатын болса, одан өндірілген сүті, қымызы, саумалы ол жоғары сапада болады. Сондықтан бәрі азыққа байланысты. Ары қарай енді оны сүттің көптігі, аздығы, майлылығы деген ол тұқымға байланысты. Мысалы, бұдан жылқылар болатын болса, жаңа қазақша шата жылқылар дейді ғой, екі тұқымның қосылғанынан туған төлді айтамыз, ол сүтті болып келеді. Ал қазақтың өзі бағана айтқан жабы жылқысының сүттілігі майлы болып келеді. Жалпы жылқы қандай шөптер жейді негізі? Жалпы жылқы жейтін шөптер ол енді шөптесін өсімдіктер жейді. Сонымен қоса бұршақ тұқымдас, астық тұқымдас. Бұлардың енді ары қарай іші бөліне береді. Соның ішінде жаңағы селеуді жейді, бетеген жейді, жусанды да жейді, шиді де жейді. Сондықтан енді кез келген шөпті жылқы сүзіп жейді. Негізінде жылқы тамырымен жұлып жемейді. Жаңа қазақ жылқысының қайтан бір қасиеті, сол қай жерде, қай аймақта таңғы шықпен жейтін өсімдік шығатын құнарлығын біледі, өзінің инстинкт арқылы. Түсте қай аймақта қандай шөп өсетінін біледі, кешке қандай аймақта. Соны ол бір жайылымы, жалпы радиусы дейміз ғой, жылқының 20 километр ары бері жайылған кезде. Сол кезде сол таудың етегіндегі шөпті жеп өзінің қысқа қонымдылығын жинайды. Себебі қыстың қатты аяз болатынын ішкі түйсік арқылы, және инстинкт дейміз, инстинкт арқылы сезеді. Сондықтан жылқының жейтін шөбі сол негізінен сол бетеге, селеу, тағы басқалар. Жалпы осы жылқы тану саласына қанша жылыңызды арнадыңыз? Енді жылқы шаруашылығын тануға университет бітіргеннен кейін Рахат жылқы заводына селекционер зоотехник болып жұмысқа кірдім. Ол Рахат жылқы заводы сол кезде өте дүрілдеп тұрған, Қазақстандағы ең алғаш ашылған таза қанды жылқы өсіретін шаруашылық болды жылқы заводы. Сол жерде жаңағы өндірісте жұмыс бастадым. Одан кейін аспирантураға түстік, кейін ұлттық аграрлық университетте жұмысқа кірдік. Сонымен бүгінгі таңда 26 жылға кетіп барады. Осы жылқымен, жылқы ғылымымен, жылқы саласымен айналысып келе. Жылқы шаруашылығы бар кісілер бір ақыл кеңес сұрап шақырып тұра ма? Әрине. Сол енді қалай десем болады. Көбіне қандай сұрақтармен шақырады? Менің екінші қосымша жұмысым, жаңа зерттеу объектім, нысанам осы жылқы. Сондықтан мен мынау бүгінгі Қазақстан Республикасындағы өсіріліп жатқан өнімді бағыттағы, жаңағы айтып отырмын ғой, 99% өнімді жергілікті қазақ жылқысын зерттеумен айналысам. Сонымен қоса спорттық бағыттағы жылқылармен де зерттеумен айналысам. Көбінесе бізге түсетін сұрақтар жылқыны асылдандыру, селекциялау жұмыстары, қалай жүргізу, қандай тұқымды бір-біріне шағылыстыруға болады, қандай өнім алуға болады, селекциялық тұрғыдан көп сұрақтар қойылады. Сонымен қоса жылқы физиологиясы, жылқының организмдегі биохимиясы туралы, жылқыны азықтандыру, жайылымдар туралы, соны өсіріп бағу технологиясы туралы. Содан кейін әр аймақтың өзіне тән жылқының өсіру аудандық жылқы типтері, тұқымдары бар. Осыны кейін кезде шатыстырып алдық. Сон туралы да сұрақтарды көп шаруашылықтар сұрайды, шақырады, ғылыми кеңес береміз. Жаңағы үлкен нысаналы мақсатты жобалар орындаймыз мемлекеттің. Тісіне қарап жылқының жасын білет деген рас па? Ол рас, ол анықталған дүние. Демек, жылқыда айғырда 40 тіс болады, ал биеде 36 тіс болады. Тістің өзі жаңа күрек тіс, сойдақ тіс, азу тіс деп бөлінеді. Одан кейін туған кезде қолында
тіс болмайды, күрек тістер. Күрек тіс кейін 3-4 күннен кейін 14 күннің ішінде өседі. Сондықтан туғаннан 6 айға дейін, одан 1 жылға дейін, одан 2,5 жасқа дейін сүт тістер тұрақты тіске ауыса бастайды. Тұрақты тісіміз 2,5-5,5 жастан кейін тұрақты тістеріміз мүжіле бастайды, бүдірі өзгере бастайды, ойықтары өзгере бастайды. Осыған байланысты жылқының тісіне қарап жылқының жасы анықталады. Одан кейін жандағы сойдақ тістер өседі, ары қарай азу тістер ауысады. Осының бедеріне, ойықтарына байланысты бұны анықтайды. Бұл ата-бабадан келе жатқан қазақтың ұғымы, ол ғылыми тұрғыда ол дәлелденген. Қандай аурулар кездеседі жылқыда? Және де сол жылқыда болатын ауру жалпы сүтпен адамға берілу жолы бар ма, әлде жоқ па? Енді 2000 жылға дейінгі ұғым деп айтсам, қателеспеймін, қазақ жылқысы көп аурумен ауырмайды, өте шығынсыз болады. Қазіргі кезде жылқының ауру түрлері көбейді. Бірақ тұрақты жылқының өзі ата-бабадан жылқыға тән ауру, жылқының аурулары бұл жылқы тұмауы, жылқы сақауы, жылқы маңқасы, қылауы деген қазақ енді аттармен, сальмонеллез деген аурулар, бұлар жылқыда кездесетін аурулар. Ең қиыны басты жылқының төл ауру десек те болады. Сақау бұл организмде жүретін ауру. Ол 2,5 жасына дейін шығып үлгеру керек. Кейде қазіргі аурудың түрі өзгергеннен кейін 5 жасында да жылқыда сақау шығып жатады. Сақаудың басты себебі ол мына алқын бездер сінеді, содан кейін тыныс жолдары тарылады, сөйтіп мұрыннан боғағады. Ал жылқы мұрынмен ғана демалады. Жылқы ауызбен демалмайды ешқашан. Ауа жетіспегеннен кейін әрине гипоксия болады, организмнің барлығы әлсірей бастайды, миға дейін жаңағы оттегі жетіспейді. Енді бұның алдын алады, қазіргі таңда оны алдын алу шаралары жақсы қолға алынған, оған арналған вакциналар бар, салынады. Төл туғаннан кейін 3 айдан кейін сала береді, тамыз айына дейін салуға болады. Енді ауырып тұрған жылқыны жалпы саумайды. Сауатын жағдайда әрине ол инфекция қан арқылы сүтке барады. Сүті арқылы ары қарай организмнен, өйткені біз жылқының сүтін мысалы ірі қараның сүті сияқты пісірмейміз. Сондықтан оның таяқшалар кетіп қалуы мүмкін. Бірақ оны тоқтатады ғой енді шара бойынша. Ал енді осы жерде сүтке келдік. Енді мына бағдарламамыздың демеушісі құрғатылған саумал сублимациялық жолмен BB Partners компаниясы өндіреді Neo Mill зауытында. Енді осы жерде халықта 2 түрлі пікір бар. Сүті қайсысы, саумалы қайсысы деген. Биеден сауып ішкен сүтті саумал дейді. 10-15 минутта құнарлығы жоғалады, әйтпесе ішпесең дейді. Ал енді кейбір жұрт айтады, жиналған сүтті 2 сағатта қымызға әлі айналмаған түрін саумал деп айтады дейді. Осының бір нақты бір ғалым ретінде, профессор ретінде өзіңіз ара жігін ажыратып беріңізші. Қазақтың пайымдары өзі кейде бір ұғымды береді, сол ұғымнан шықпай қоямыз кейде. Дәстүрлі түрде миымызға сіңіріп аламыз. Ол шалдар айтты деп тұрып алатын кездеріміз болады. Ол шал дұрыс айтты ма ол кезде, ол заманда бөлек айтты ма ол. Сол сияқты айтайын дегенім, сүт ол сүт. Оның химиялық құрамы ол бөлек. Ал сүтті алып, тостаққа құйып қойғаннан кейін сүттің құрамында бұл жылқы сүтінде қант көп болады. Жаңа албулинді сүт дейміз, белок, жаңағы протеин, ферменттер көп, албулин. Сондықтан ол бір 5-10 минуттан кейін оған ешқандай ашытқыш ештеңе қоспай, ол өзгере бастайды. Осыны саумал дейді негізі. Бірақ қазақтың ұғымында ана сүтті де, тұрып қалған сүтті де шатыстырады да екеуін біріктіріп саумал дей салады. Сондықтан сүт ол бөлек. Сүтке дейін туғаннан кейін, бие туғаннан кейін 3-4 күнде уыз пайда болады. Ол уыз бөлек. Уыз сүтке айланады. Сүт бөлек, сүтті алып тостаққа құйғаннан кейін 2-3 сағаттан кейін ол саумалға айланады. Ал бір күн оған жаңағы ашытқа қосып түнейтін болса, онда ол түнемел қымызға айланады. Одан кейін құнан қымыз, оның ары қарай ашыту технологиясына күшіне байланысты өзгере бастайды. Ал сондықтан бастапқы дүние сүттен басталады ғой, сүтті шатыстырмау керек. Әлі
соған бүгінгі таңға дейін саумалмен шатыстырып жүрміз. ертең осыны көріп отырған адамдар сізге пікірлер жазса Жауап береміз ғой, химиялық құрамын Аха. анықтап береміз, дәлелдеп береміз, қандай өзгерістер болғандығы. Сондықтан ол зерттелген жұмыстар ғой. Ол бізге дейін Шерепанова, профессор Дүйсенбаев, Зұлқайнар Сейітов қазір биыл 104-ке келіп отыр. Ол кісінің өз тірі, өзінен сұрасың, биохимия деген кітаптың авторы, жылқының қымызын сақтау технологиясының авторы. Сондықтан бұл ғалымдар осы күнге дейін осыны айтып келеді, бірақ енді тыңдау ортасы, мән беру ортасы жоқтығы шаш. Сондықтан олар бұрынғы атаның айтқан, бабаның айтқан түсінігімен келе жатыр. Осыны уыз бөлек, сүт бөлек, саумал бөлек, қымыз бөлек, өстіп бөліп алу керекпіз. ал енді сол қаяқтан шықты сол түсінік? Сауа салып ішу керек, 15 минутта күші жойылады, одан кейін ем болмайды, күші жойылмайды, пайдасы болмайды, болмаса жаңа андай нелер бар, кесені жерге қоймай ішу керек дейтін де енді жерге қойса не болады, құрамы өзгеріп кете ме? өзгермейді ғой, өзгермейді. Қалай ол? Сол енді түсінік қаяқтан шықты оның? сүт ол сүт. Сүттің құрамы бөлек. Сүт ол сүт. Сүт ол енді жаңа кесені қоймай ыстықтай күйінде ішу деген жарнама жақсы шыққанда елдің бәрі соны ішеді. Соны ішуге тырысады. Ең қызығы сүт ішсеңіз де, қымыз ішсеңіз, саумал ішсеңіз де, оны тұрақты ішу керек және тәртіппен ішу керек. Сонда ол тұрақты бір мезгілде, бір уақытта ішетін болсаңыз, онда ол организмге әсер етеді. Он сіздің ауырған ем болады ол. Ал анда-санда аста бір ішіп алып, анда-санда бір ыңғай келіп қалғанда сауғызып ішіп алу, ол организмді құртады керісінше. Организм ондай қоректік затты құрта алмай қалу. Өйткені сіз айтып отырсыз, қанты көп болады деп. Қанты көп болады. Әркім ол өзінің денсаулығына байланысты қарау керек. Енді пандемиядан кейін де тіпті сол кезде көбі сол бір айтқаннан кейін сүт ішу керек деп сол мағлұматта кетті ғой енді. Сондықтан организм... Осы туралы сіздер жалпы жазып, газет журналдарға, болмаса сол телеарна арқылы айтып жүрсіздер ме? Жоқ, айтамыз ғой енді, айтып жүрміз, бірақ енді тыңдар құлақ болса, бізді тыңдаса. Айтып жеткізгендей боламыз. Былтырғы үлкен бір конференцияда Саха елінен, Ресейден, жалпы қырғыздар, болмаса басқа түркі халықтары саумалды, сүтті қалай ажыратады олар? Сол үлкен ғылыми конференцияда сол туралы үлкен талқы болды. Ең соңында барлығын айтар ойы, жаңа мен айтып отырған ойға келді бәрі. Барлығы саумалды шатыстырды, басында біреулер сүт деді, одан кейін саумал бөлек деді, қымыз бөлек деді. Сөйтіп ең соңында келген кезде бір ортақ ойға келіп, конференцияның соңғы түйінінде ғалымдардың жаңағы шешімімен сүт болып қалды, қымыз, саумал, уыз болып қалды. Өйткені бұлардың химиялық құрамы бөлек. Химиялық, енді мен бүйтіп ашып, қазір есімде жоқ, кереметте ашып айта қоятындай. Бірақ жазба түрде, деректерде, кітаптарда барлығында жазылған ол. Емдік мақсатта, мысалы, жылқыны ауруынан емдеген кезде антибиотик болмаса дәрі-дәрмек салса, ол сүтке әсер ете ме? Міндетті түрде әсер етеді. Қазіргі біздің салатын антибиотиктердің мықтылығы сонша, ол кейдегі организмнің ортасындағы цитоплазма ядроларға әсер етеді. Ол соған әсер ету арқылы ол 30-40 күннің ішінде организм шықпайтын кездері бар. Мысалы, иверсан, ивермек деген паразиттерді іштегі құрттарды өлтірушін салатын дәрілер бар. Оны салар алдында оның нұсқаулығын оқу керекпіз. Нұсқаулықта ол айшықты түрде олар жазып қояды. Сондықтан мысалы сіз ивермекті салсаңыз, енді ивермек жаман дәрі деп отырған жоқ, дұрыс түсінсін. Ол өте мықты дәрі, бірақ әсері оның күштілігін айтып отырмын. Сонда ивермекті мысалға салатын болсақ, ол организмнен зәр арқылы, нәжіс арқылы, жас арқылы 30 күннің ішінде шығады. Жылқының қанша қабырғасы бар? Жаңа осындай бір әңгімелер болып жатыр, 12 қабырғасы болады. 13-ші қабырғада болуы мүмкін, оны жаңа қанат деп айтамыз дегендей бір пікірлер бар. Ол мүмкін нәрсе ме? Мүмкін емес пе? Мүмкін емес нәрсе. Ондай пікірлер бір журналистерде айтылып жатыр енді. Атшының айтып қойын. Бірақ жалпы қалыпты организмде 18-ден 18 екі жағынан 36 қабырға болады.
бір қабырға бір омыртқаға бекиді. Жәнегі айтылған ұғым 12 қабырға деген ол қазақтың ұғымында бар дүние. Одан 12 қабырғадан жылқыны соғым сойған кезде қаз шығарамыз, қос қазы 12 қабырғадан шығады. Сол түсінікпен айтуы мүмкін ол. Бірақ 13-ші қабырға дегеніміз қанат деген бөлек. Ол қанат дегенді ол анау 18 қабырғаның соңғы етек жағы омыртқаға жақындаған жағында шеміршек, қабырғаға ұқсас шеміршектер болады. Шеміршектер кейде қатты бір күш түсуінің арқасында шеміршектер бас жағы немесе ортасы немесе тұтастай сүйекке айланып кетеді. Кейде соны көреді. Сол сүйекке айланғаннан кейін шеміршек қабырға сияқты болып көрінеді. Ол бірақ омыртқаға бекіп тұрған жоқ. Ол ана қабырғаның жалғасы болып тұрады. Соны айтуы мүмкін. Сондықтан жалпы халық енді ондай бұрынғы ұғыммен басқа ұғыммен шатысуға болмайды. Қазіргі интеллекті заман, сондықтан анатомияны жақсы меңгеру керек. Қазіргі енді қанаты болса ол жылқы бәйге болған екен, тесік өкпе болған екен деген қазақтың бір пайымдары бар. Әрине қазақтың ұғымына, ата-бабаның сөзіне қарсы емеспіз. Бірақ ол ұғым ескірген. Ол қазіргі заманда қалыпты физиологияда ондай ұғымдар болмайды. Жалпы қазір жылқыны сынаудың өзі өте ауырға түседі. Сынау үшін қазіргі біздің мынау ұлттық ат спорт ойындарына қосып жатқан таза қанды жылқылардың да кемшілік, ақаулық жоқ. Ол бітімді, ол сәнді, ол құйрық жалы, жәнегі тұяғы барлығы дұрыс орналасқан. Жәнегіндей алды биік болса өрге шабады екен, арт жағы биік болса еңіске шабады екен, және маймақ болса тұяға бір-біріне тимей шабады екен деген ұғымдардан біз арылу керекпіз. Қазіргі дамып кеткен заманда барлығы дұрыс жетілу керек, стандартына сәйкес келу керек. Сондықтан бұл енді ескірген, көнерген ұғымдар деп ойлаймын. Бүгінгі таңда енді өкінішке орай зоотехния мамандығына келетін студенттеріміз жоқ. Зоотехния, зооинженерия деген маман ол малды өсіру, малды асылдандыру, малды азықтандыру деген мамандық. Ал осы малды емдеу, оны ауыртпау, оның алдын алу ол ветеринария мамандығы. Сондықтан кейінгі кезде біздің үрдісте зоотехния мамандығы мен зооинженер мамандығы мен ветеринария мамандығын шатысып екеуін бір ұғым деп кейде қарастырып. Сондықтан бұл екі саланы екіге бөліп, өйткені біз аграрлық мемлекетпіз. Аграрлық мемлекетте ол міндетті түрде мал шаруашылығының зооинженер маманы болу керек, ветеринар болу керек, агроном болу керек. Енді қалған мамандықтардан мықты ғой, енді болғанмен мен осы туралы қысқаша айтып жатқаным ғой. Ал жалпы университет қазір шәкірт тәрбиелеуде, сол студенттерді оқытуда қандай жағдай жасап, болмаса сіздер өз тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Жалпы енді жылына неге келмей жатыр онда студенттер? Келмей жатқан себебі деп біз ойлаймыз қазір. Мен өз жеке пікірім немесе жалпы пікір. Біз енді мал бағып жүргеннен одан да қалада бір жерде бір охрана болып жұмыс жасап, сол ақшаны таба аламын. Бірінші ұғым. Екінші ұғым, біздің енді ата-бабадан салт дәстүрмен келе жатқан мал бағу үрдісіне жететін үрдіс жоқ, бірақ өзіміз ата-аналарда мал баққанша одан да сен анау қалада өмір сүр деп өзі малдан қашырып отырамыз. Немесе ол бала сол ауылда өскеннен кейін малдың қиыншылықтарын, жем шөбін даярлауды көргеннен кейін өзі де сол саладан қашатын шығар. Бірақ оны көтеру үшін әрине ауыл шаруашылық министрлігінде, ауыл шаруашылық басқармаларында зооинженерия деген маман болу керек, штаттар ашылу керек. Штат болмай ол зооинженер маманды біз толық дайындай алмаймыз. Және балалар оған келмейді. Қазіргі балалар бұрынғыдай емес қой. Қазіргі ата-ана да. Ал ветеринария мамандығында мемлекеттік штаттар көп. Сондықтан оған көбінесе келуге тырысады ауылда, елді мекендерде. Оқу білім министрлігі жылына зооинженер мамандығына 350-дей грант орын бөлінеді. Сол 350 грант орынды
Қазақстан Республикасында жоғарғы аграрлық саладағы жоғарғы оқу орындарының тапсыратын балалар, енді талапкерлер дейміз ба, солар грантты конкурсқа қатысып ұтып алған кезде 350 гранттың 100-ін ғана ұтып алады. 250 босқа. 250 бос қалып қайтадан мемлекетке қайтады. Демек тегін гранттар ол, болса мемлекеттен. Демек 105 жоғарғы оқу орнының бөлгені. Сондықтан бұл әрине келуші талапкерлерге енді оны. Ал егер осы мамандықты таңдап түсетін болса, жастар жалпы жұмыс табып, еңбекақы алатындай жағдайға жете ала ма? Сол үшін жаңа мемлекеттік штаттар ашылу керек. Мысалы округтық аудандарда зооинженер деген штат ашылу керек. Онсыз болмайды. Ветеринария деген штат бар, агрономия деген штат болады, ал зооинженерия жоқ, мал шаруашылығы. Бұлар бір-бірін шатыстыруға болмайтын мамандықтар. Мен енді осы эфирді пайдаланып айтып отырғаным ғой. Ал мемлекет беруін беріп отыр. Ал енді бүгінгі таңда шетелдік жоғарғы оқу орындары, ғылыми зерттеу институттары біздің мемлекетпен байланысты бірге ғылыми жұмыстар атқарып жатқанда көбінесе сұрайтыны осы ауыл шаруашылығы, соның ішінде мал шаруашылығы мамандарын сұрайды. Бізге оқуға келсін, бізбен бірге ғылыми жұмыстар жасасын деп. Оған көп мүмкіндік бар. Ол оқыған бала ертең тек Қазақстанда қалып қоямын деген емес, ары қарай тіл білетін болса, шетелмен байланысып, үлкен жобалар орындап, мемлекетке де пайда, өзіне де пайда келетін еді. Ал енді жалпы соңғы кезде біз естімеген қандай жаңалықтар бар осы жалпы жылқы шаруашылығына қатысты? Енді сіздер естімеген жаңалық болуы мүмкін емес, бәрін естіген шығарсыздар деймін. Бірақ соңғы кезде ғылыми нысаналық жобаларда, соларда тақырыптар, ғылыми тақырыптар бұл жылқының генетикасына көп мән беріп жатыр. Себебі жылқының генетикасын толық геномын анықтаған кезде, толық геном, ол екі бағдарламамен анықталынады. Ол STR және SMP деген бағдарламамен. STR-іміз 17 ма 25 көрсеткішпен анықталады. SMP дегеніміз 100-ден аса көрсеткішпен анықтайды. Бұл көрсеткіш дегеніміз организмдегі генде орналасқан тұрақты белгілерді анықтау арқылы. Мысалы, жаңағы сіздің айтып отырған мына бие сүтті көп береді. Сол биенің геннің құрамында SMP-де мысалы 107 жаңа белгімен анықтайтын болсақ, соның біразын сол сүттілік туралы белгілер көп болатын болса, онда оны фенотипі арқылы емес, тек генотипімен де анықтай салуға болады. Одан туған құлын соны қайталайтын болса, сонда бұл ғылыми тұрғыда, генетикалық тұрғыда зерттеудің бір қазіргі үлгісі, қазіргі заманда. Жапондардың ғалымдардың зерттеуімен жылқының шуы туған кезде құлынмен бірге түсетін жолдас дейді ғой, енді шу дейді қазақтар. Сол шуды плацента орысшасы. Сол шуды алу арқылы, шуды өңдеу арқылы, соның құрамындағы ферменттерді бөліп арқылы, гормондарын бөліп арқылы белсіздікті, мынау бедеулікті тоқтатуға бұл тікелей әсер ететін шуда болатын ферменттер, гормондар, биология белсенді заттар соны бөліп алады. Енді оған Қазақстан әлі ондай неге көше қойған жоқ ғылыми жұмысқа, бірақ болашақта көшеді деп ойлаймын. Өйткені әлем ондайды. Өйткені біздің жаңағы 4,5 миллион жылқымыздың 2 миллионы бие болатын болса, 2 миллион шуды өңдейтін болсақ, онда әлемге біз осы препаратты беруімізге болады. Ол ғылыми тұрғыда болашақтың белсіздіктен қорғауға, белсіздіктен қорғауға, бедеуліктен қорғауға, организмдегі басқа ауруларға да жақсы әсері бар. Ал енді қазір Қазақстанда ғылымға жақсы көңіл бөлініп жатыр ғой. Енді жаңа сіз өзіңіз айтқан Зұлқарнай Сейітов ағамыз жалпы саумалқымыздың ұзақ сақтауға болатын технологиясын ойлап тапты. Енді бізде мынандай қазір ел арасында жалпы халықтың түсінігінде бар, неміс технологиясы деген бар, қазақтың технологиясы деген бар. Енді менің білуімше неміс технологиясы деген ол заводтың құрылымы, техника. Ал жалпы бұл саумалқымыздың ғұмырын ұзарту, бұл жаңа өзіміз айтқан Сейітов Зұлқарнай ағаларымыздың жаңа ғылыми
жұмыстары негізінде деп есептейміз. Енді сіз Германияда өзіңіз болдыңыз ба болмадыңыз ба білмеймін, жалпы Германияда осы құрғатылған саумал шығады. Сольман дейтін кісілер отбасылық бизнес сияқты. Иә. Ал енді қазір осы сублимацияланған саумал шығып жатыр. Бұл саумалмен сіз таныссыз ба? Жалпы осы пайдасы бар ма капсуланың, құрғатылған саумалдың? Енді сіздің пікіріңіз, ойыңыз қандай? Менің ойымша әрине жоқ деуге, тұтастай жоқ деп айтуға менің қақым жоқ. Зерттеген ғалымдардың ақпаратына әрине сүйенсек, пайдасы болып жатқан туралы мәліметтер көп қазіргі ақпаратта. Сонымен қоса енді бұл технология енді ғылымның бір жетістігі ғой, мәдениеті. Енді бұрын біз анау жылқыға барып, сауып, қымызын ішіп жатсақ, қазір бұл мәдени түрде өнделген, капсулада тұр, ешқандай шаң тозаң болмайсыз. Мынау қалалық жерде, жол жүрген кезде бұлардың өте пайдасы бар. Өйткені күнде қымыз ішіп жүрген адам енді тоқтай қалып пойыз тоқтатып қымыз ішіп жатпайды ғой. Жолдан алмайды. Сондықтан мынау үйренген асын ары қарай жалғастырып, ол енді мынау аш қорыту жолдары, ішектің жолдарына өте әсері жақсы деп есептелінеді. Енді неміс технологиясы деген, неміс осыны осы капсулаға айландыруға, осындай дәрежеге жеткізуге әрине олардың технологиясы мүмкіндігі мол болды ғой. Біздің кейін кезде сол Сольманнан басқа ғылыми орталықтардан көріп бізде өндіріп, бізде қазір біздің Қазақстанның өндірушілері олдан кем деп айта алмаймын. Былтырғы үлкен бір ғылыми конференцияда Ганс Сольман баяндама жасады. Сонда мен бір сұрақ қойдым. Мынандай сұрақ қойдым. Қымызды сіз патенттеп алдыңыз ба? Бірақ сұрақ. Ол жауап берді, патенттеп алған жоқпын деді. Тек атын алдым деді, аты қымыз деп. Ал қымыз сақтау технологиясын, қымыз өндіру технологиясын, оның жаңағы жайылымын, ол жайылымдағы шөпті, одан жеген биенің бойынан өндірілген сүті, оның барлығын ол технологияны ол патенттей алмайды. Сондықтан біздің қымызды немістер ешқашан патенттеп алған жоқ. Тек біз қазіргі бір журналист солай хабарлап жүргеннен кейін елдің бәрі қымызымызды немістер патенттеп алды. Киіз үйді венгрлер, көкпарымызды қырғыздар деп ұғым қалыпты. Солай ұғымға болмайды қазіргі заман. Көкпар деген ойынымыз да ол түркі тілдес халықтардың ойыны. Оның ішінде жалпы ортақ ойындар. Енді оның ережелері әр ұлтта әртүрлі. Сондықтан Сольманның айтуы да дұрыс. Мен алған жоқпын деп, өйткені ол технология бізде сақталады. Жаңа өзіңіз айтып отырған Сейітовтің зерттеулері. Сондықтан жалпы порошоктағы жаңағы ұнтақ капсуладағының әсері бар организмге. Но оның өз ережесі бар, тәртібі бар, жаңағы медицина оған рұқсат береді. Сонымен ішіп, сонымен жалпы дамыған технология. Енді мен бір тағы айтар ұсынысым. Бұл технология дұрыс, заманауи, бірақ біздің жаңа 4,5 миллион жылқымызды сауатын болсақ, біздің мемлекеттегі бүкіл халыққа жететін сүтіміз бар. Даму тоқтамайды жылқыны, өсіру де тоқтамайды. Бүгінгі таңда республикамыздағы жылқы өсіруші, жаңа 5 жылқысы бардан 5.000 жылқысы барға дейінгі жылқы өсіруші адамдар бір топтасып бір чатта отыр. Ол қазақ жылқысы деген чатта отыр. Мұғалжар жылқы тұқымы деген чатта отыр. Бұл өнімді бағыттағы жылқы. Бұлар ешқашан ондағы отырған адамдар спорт бағытындағы чаттарға кірмейді. Ерекшелігі осында. Бұл чат дегеннің ең жақсы жері әлеуметтік жердің дамуы. Қай жерде қандай құлын туылды, қандай өнімді бағыттағы асыл тұқымды айғырдан неше құлын бар, және ол қай аймаққа сатылды, ол қалай өсіп сол аймақта жетілді деген бұл прогресс. Бұл бұрын біз қағаз жүзінде мүмкін бір-бірін танымайды. Қазір Семей, Ақтөбен, Қарағандыны, Алматыны біліп отыр, бәрі ақпаратты біліп, сондықтан асылдандыру жұмысы жолға қойылып келеді. Бірақ өкініштісі, олардың барлығы республикалық палатаға тіркелу керек. Біз енді қағаз жағынан қашамыз,
оның өз талаптары бар, ережелері бар, республикалық палатаның қойған. Соны орындаса, ол жылқылардың бәрі жаңағы 36 мыңның ішіне кіретін болса, бір 36 мың емес, бір жарты миллион, 1 миллион жылқы асылданып, қағаз жүзінде ғылыми тұрғыда асылданатын болса, онда біз мемлекетіміздің экономикасы көтеріледі. Онда ондай 1 миллион басқа асыл тұқымды жылқы жететін болса, онда біз сыртқы нарыққа, сыртқа жылқыны сата аламыз. Сондықтан бұл өнімді бағыттағы жылқының жағдайы. Тура сол сияқты спорт бағытындағы жылқы. Енді спорт бағытындағы жылқы бүгінгі таңда әрине 2000 жылдан бастап десек артық айтпаймыз кем. Таза қанды жылқының кіруіне байланысты бүгінгі ат спортындағы жаңағы қатысатын жылқылардың барлығы таза қанды жылқылар. 99.9% таза қанды. Біздің ұлттық өзіміздің жылқыларымыз ұлттық бәйгелерде көрінбейді. Енді 1-2 бәйге болған шаш, бірақ жоқ. Жаңағы біздің айтып отырған Қостанай спорт бағытындағы жылқымыз, кешегі тұқым ретінде қалыптасқан Адай спорт бағытындағы жылқы, ол да енді өзінің бір дәрежедегі жарыстарында жүрген шығар, бір марафон жаңағындай жарыстарда. Ал жалпы бүгінгі 4 аймақта өтіп жатқан ұлттық бәйгелерде олар жоқтың қасы. Жоқ десек те болады, оны ешқандай. Таза қанды жылқылар. Таза қанды жылқының келуімен ағылшындардікі ғой. Оны ағылшын деп атайды ғой енді. Бірақ қаза әлемде таза қанды жылқы. Сол таза қанды жылқының келуімен спорт бағытында жылқыны өсірушілер мәдениеті қалыптасты. Таза қанды жылқы ол атқорада өсірілетін жылқы. Атқорадан шықпайды, ол жылына 12 ай болатын болса, соның 1 ай, 1,5 ай ғана мүмкін жайылымға жібереді. Қалғанында ол атқорада ұсталады. Атқорада ұсталынғаннан кейін оны азықтандыру, күтіп бағу, жарату технологиясын жақсы меңгеру керек. Соны меңгерудің арқасында олар қазіргі мына ұлттық бәйгелерде және классикалық бәйгелерде, шұқыр бәйгелер дейміз, ипподромдарда, сонда өзінің көрсеткішін көрсетіп жүр, нәтижелі. Соны баптау жүйесіне, азықтандыру, қандай азық беру керек екендігін біздің бүгінгі таңдағы бапкерлеріміз соны меңгерді. Ең қызығы, біздің бапкерлер, классикалық спорттағы бапкерлер өздерінің білімділіктерін, өздерінің бапкерлік шеберліктерін таныту арқылы қазір біз Чехияда, Эмиратта бәйге шаптырып жүрміз. Және жүлделі орынның иесі болып жүрміз. Енді мына қазір кітап алып келіп отырсыз, жылқы түлігі дейді. Ғылыми танымдық жинақ. Осы кітапты таныстырып айтып өтсеңіз. Енді мынау кітап ғылыми танымдық жинақ. Бұл кітап. Бұл бір 3 жыл, 4 жылдың арасында жазылған кітап. Ғылыми тұжырымдар. Бұл жерде әртүрлі неге бөлінеді. Міне көрсетіп отырайын. Міне ең бірінші, мына бетіне бісміллә деп ашқан кезде герб тұр. Елтаңбада жылқының бейнесі тұр, мүйізі тұр, және пырақ тұр, қанаты тұр. Жылқыда қанат мүйіз болмайды ғой деген көзқарас. Бұл біздің ата-бабадан, дәстүрден, рухпен келе жатқан дүние бұны. Бұны енді әрине басқа гуманитарлық пәндер түсіндіретін жаш, бірақ болғанмен мына мүйізі ортекені мүйізі. Пырақ дегеніміз қанаты, жаңағы бағананы айтып отырмын. Енді ары қарай кете беретін болсақ, мынау эволюциясы. Қалай жылқы пайда болды? Қандай бір тұяқты, тақ тұяқты жануарға айланды деген эволюциясы. Бұл тарих неге. Енді ары қарай қазақ жерінен бағанадан айтып отырған сөзіміз дәйегі болу үшін, қазақ жерінен қазақ үйреткендігі туралы мынау Аманжоловтың таста бейнеленген Петрограф жазуларындағы жылқының қолға үйреткендігі туралы тайға таңба басқандай таңбалары. Мына жерде жылқыны ұстап жатқаны, құрық тастап жатқаны дегені бар. Бұл Шұбартау ауданы, бұрынғы Семей облысы ғой. Сонда бейнеленген. Жылқы ең алғаш қазақ жерінде. Қазақ жерінде, мынаны айтпаса қайдан салады? Ол көрмесе сол кезде тайға. Бұл енді кейін әлгі кімнің Зайберттің зерттеулерінде ол Ботай қорымнан жаңағы 90-70 жылқының сүйегін табу арқылы, гистоанализ жасау арқылы ол да дәлелдейді. Ол археолог қазба туралы, мынау Петрограф жазбалар туралы. Осыны тарихты нені оқып келе жатып, қазақ жылқысына көшеді. Мынау қазақ жылқысының бет бейнесі бүгінгі таңда. Қандай болады экстерьер конструкциясы. Оны оқып келе жатып, ары қарай мына жабы жылқының қазақ жылқыдан айырмашылығы не?
Мынау қазақ жылқысы. Мынау соның сұрыпталған етті сүтті бағыттағы мұғалжар жылқысы. Бұның барлығы бүгінгі таңдағы суреттер, бүгінгі шаруашылықта жүрген айғырлар, тұқымдық айғырлар. Содан кейін міне жылқының түстеріне байланысты осындай түс осы мағынаны береді. Mesela күрен дегеніміз мынау. Қалай ажыратамыз? Күрен дегеніміз мынау ары қарай жылқының анатомиясына көшеді. Тұяқтың орналасуы, тұяқтың қалай пайда болуы, мына жүрекшенің қызметі, не қызмет атқаратыны. Ары қарай оқып келе жатып, бие сүтіне көшеді. Мысалы, бағанадан талқылап отырған сүттерімізді, қымыздарымызды айтамыз. Ары қарай келе жатып, қазақтың міне бүгінгі дәстүріндегі қазақтың жылқы шаруашылығы. Міне кешегі бағана айтқан жылқы шөптердің түрлері мынау. Ары қарай келе жатып ветеринариясына көшеді. Ары қарай тарихына көшеді, спортына көшеді. Бұл бірін оқып, екіншісіне көшіп кете береді ары қарай. Содан бұл енді ғылыми танымдық кітап болғандықтан бұл жалпы барлық тақырып міне спорты бар, жинақталып, бірақ 1 килограмм 700 грамм тартады өзі, ауыр. Сал міне мынау құрастырушы мен және Айбек Каримов деген екінші ағамыз бар. Осы зоотехник маман. Міне терминдер жылқыға бүгінгі таңдағы қосылған. Сөйтіп бұл кітап ғылыми танымдық кітап болып есептелінеді. Бұл бүгінгі жылқы жылына байланысты шыққан. Жаңа тегіміз түркі, түлігіміз жылқы деп өскен халықпыз ғой. Бірақ енді оқырманы аздап бар, бірақ ондай қатты бір қызығып жатқан ешкім жоқ. Болғанмен болашақта энциклопедия. Жастар, жылқы шаруашылығын зерттеп жүрген, жылқымен айналысатын жандарға міне өте керемет кітап. Құдай қаласа, алсын, сатып алсын. Кітапханалардан табылады. Кітапханаларға берілді, қазір кітапханаларға. Қайрат аға, енді уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, жалпы қазақтың қазынасы саналатын жылқының ерекшелігі, сау малдың қасиеті, сүттің, қымыздың қасиеті және де ұлттық құндылықтарымыз туралы бүгін жалпы көптеген сұрақтарға жауап алдық деген ойдамыз. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз, тіркеліңіздер және де лайк басуды да ұмытпаңыздар, пікір қалдырып отырыңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.